Aziz dostlar, Qaraqalpaqstan telekanalında siz kutgan. Ava, sizga aytib atirman. Ham kulku qumar tomoshabinlarga arnalgan hazilkesh ko'rsatuvi. Bugungi ko'rsatuvimizda yaxshi, o'zingiz ko'rib olasiz. Demak, hazil kesh. Assalamu alaikum aziz tele tomoshabinlar. Assalamu alaikum kelgen tomoshabinlar. Sizlerдің yarım saatlik keyfiyatыңызды moyunga algan halda Qaraqalpaqstan telekanalında hazilkesh ko'rsatuvi. Bugün stüdyamızda başqacha rang-baranglik var. Stüdyamızda bir xo'shray is var. Bu nening isi? Qaraqalpaq dalasında o'sayotgan xo'shray is Jusanning isi. Demek mimarlarımız Jusan Topara jigitlar. Saz bilen sohbetni yalgan demengler, canlı ağızda şert biletliklerim var deydi. Elbette Jusan Topara. Endi minekey biz bunun bari Qurdan-Qur bo'lib atgan narsa emas, elimizde. Minekey elimiz Qaresliginin 25 yıllık bayramı. Bayramlar qutlug' olsun. 25 degan bu şirek asr, azgana vaqt emas. 25 degan bu yosh yigitning bir noqiron bir kuch-quvvatga to'lib turgan vaqti. Demek elimiz bir neçe kısa vaqt içinde köp жетишкендиктерге ерісіп атыр. Енді олардың бәрін біз айта беретін болсақ, қазір басқа көрсетулерге де айтатын мағлумат қалмай қалады, бәрін айтып қойсам болмайды. Демек, көрсету позитив, көреміз позитив. Біз бастаймыз. Саламат боласыздар. Енді білсеңіз, қазір август айы, har bir айдың өзіне тәнлік болады. Мысалы, август айында сол байрам, тойлар көбірек болады. Ойлаймын, той харекетінің бір айлығы деп ойлап ойлаймын да. Той өзі той деген ат айтыпты, той. Həме тойып жүреді, бірақ тойдың иесі аш болып жүреді да. Себебі уақыт жеуге уақыт жоқ, той таусылғаннан кейін тойдың палауы қандай болды деп сұрамаса, ол той бергенге жатпайды екен да. Nestle Pure Life. Судың сапасы, өмір сапасы. Demek izlet ötemiz hazilkesh ko'rsatuvi. Ko'rsatuvimiz qavenderi Nestle Pure Life savdo belgisi. Endi eng sapal sudu ichish uchun tog'larni gezib, buloqlarda aqtarish shart emas. Bizga minekey Nestle Pure Life bizga yordam beradi. Minekey jahon bozorida 150 yil bo'lgan ekan Nestle Pure Life'ning paydo bo'lganina. Biz O'zbekiston bozorida 15 yildan beri o'zining sapal suv o'yinlarini usunib keltir. Nestle Pure Life ko'rsatuvimiz qavenderi. Demek Nestle Pure Life işin sezinin hazildin kuşun. Nestle Pure Life. Енді негізі саз соhbet. Biz saz sohbetті көбірек қай жерде тыңлаймыз, білесіз бе? Жаңа айтқанда, тойға барған уақытта тыңлаймыз. Тойға барған уақытта тыңламауға іләжіңім жоқ, колонканың алдында отырсаң. Hazır. Ondan кейін және қай жерде тыңлаймыз? Radyoda. Radyoda. Demek bizim endigi mimarlarımız elimizde Qaresliktің нәтижесінде еріскен үлкен табыстардың бірі пайтақтымызда bundan 7 жыл бұрын ашылған. Сондай бір жаңа толқында бір өзгеше жолмен бізге кіріп келген Nöküs FM радиосы. Demek бүгінгі mimarlarımız Nöküs FM радиосы бастаушысы Бекзат Алланиязов. Assalamu alaikum. Yumurbek. Hoş geldiniz. Jusan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum tomoshabinlar, tele tomoshabinlar. Бекзат, hoş geldiniz. Rahmet. Bayram qutlug' olsun. Rahmet. O'zingizga ham, xalqimizga barchasini 25 yillik bilan qutlug'laymiz. Rahmet, to'rlatamiz. Bекзат xalq. Yo'q. Yumurbek. Ашқыспа, манап келің тез. Yo'q. Men жалғыз емеспін.
Сен жалғыз емессің. Яғни жалғыз өзім келмедім, кәсіптесім Гүлзира бар қасымда. Ембергенова. Гүлзира Ембергенова. Ауа. Демек, Нөксефем радиосында бір ажайып шырайлы қарындасымыз бар. Рус тілінде алып баратын бастаушы Гүлзира Ембергенова. Қыз бала бірден шықпайды, асықпай, неде салонға кеп шығады. Гүлзира Ембергенова. Гүлзира, қош келіпсіз. Да. Добрый вечер. Всех приветствую. А также очень рада, что нас пригласили накануне такого замечательного праздника. 25-й годовщины независимости Республики Узбекистан. Всех вас поздравляю. Счастья вам всем. Рахмет, қош келіпсіз. Демек, Бекзат Алланиязов hamda Гүлзира Ембергенова. Төрлетеміз сені мейманлар. Юмурбек, подождите, мы не одни. С нами есть еще замечательный ведущий Каркалпакского эфира. Это наш коллега Бексултан. Бексултан? Давайте пригласим его. Мүмкін Фарид Орынбаев? И Фарид Орынбаев, и Екеу. Бексултан. Бексултан, Фарид? Нет, это один человек. Екеу. Юмурбек Мақсет деген дейді, я? Фарид, Бексултан. Демек, Бексултан, яғни Фарид Орынбаев. Салам алейкум. Фарид, қош келіпсіз. Рахмет. Кеш қайырлы болсын өздеріңізге де. Байрамы барек болсын. Рахмет. Онда жәмәт жамы болса, онларымызға... Юмурбек, және бір минут, және бір мейман бар. Осы байрам қарсаңында шақырғаныңыз үшін келіншегімді алып келген. Үйіңізді үшмен келген екенсіз қой. Иә, келіншегімді алып келдім үйден. Сіздеріне алып келмес, күйеуіңіз қақпы сен. Біреу болады. Бір үйден бір адам деп айтпадым сіздерге. Иә, ол хам радио бастаушы. Радио бастаушы. Фарид Орынбаев негізі радио бір жерде істейді екен, өмірлік жолдасымен. Фарид Орынбаев, оның өмірлік жолдасы. Зүлфия атындағы мемлекеттік сыйлық лауреаты, радио бастаушы Айшолпан Оразымбетова. Қош келіпсіз, рахмет. Енді бір қатар... Тоқтан. Өтініш. Қуаныш, есікті іліп қайтып берекет тап. Осы диванымызға 4 адамға мөлшерленген да, өзінші қанымызға 4-еу түгел болса төбедегін түсіреді дейді ғой, бірақ төбедегін түсіріп алмаңыз, сіздер отырып жайғасып алайық, басқа меймандар болса кейін арқайын шақырамыз. Мақұл? Рахмет. Ал, жігіттер, қызлар, көрдіңіз ғой, бұл телевидение, бұл радио емес. Аңсат емес, сіздердің келіп отыруыңыздың өзі үлкен бір салтанат болды да ол. Ал, қош келіпсіздер. Рахмет. Байрамлар құтты болсын. Рахмет. Енді бір екі адам бір танысымен көрісіп қалған уақытта ең көп берілетін сұрау, сөйтіп не жаңалық деген сұрау бар да. Бірақ оған түйірлі жауап айтпайды ешкім. Қызық жоқ, жаңалық жоқ дейді. Ал, сіздерде сөйтіп не жаңалық? Жаңалық бар. Жаңалық көп. Көп? Жаңалық көп пе, я бар ма? Бар, һәм көп. Екеу бір нәрсе ма? Иә, жаңалық бар да, һәм көп та Жақсы. жаңалық. Ал, қандай жаңалық? Бірінші жаңалықтан... Тоқтан, Рио-де-Жанейро 2016-ны айтпай қойын, оны естік кеше. Иә, қояққа біздер бара алмай қалдық. Себебі басқа бір көрік таңлауға қатысымыз керек еді. Сондай ма? Өзбекстан Республикасының қауіпсіздігінің 25 жылдығына арналған Азат юрт толқынлары көрік таңлауында жылдың ең жақсы үлгілі радиосы деген номинация бойынша бірінші орынды алдық. Мұнда тастихлаушы статуэтка, диплом, бірінші дәрежелі диплом. Екеуінен бір орын үшін берді ме? Енді анау статуэткасы бұл дипломы бір-бірін тастихлайды да. Қандай жақсы, ажайып. Юмурбекті Мақсет тастихлайды деген. Демек, Өзбекстан еліміз көлеміндегі барлық радиостанциялар арасында ең үлгілі Нөксефем радиосы, біз құттықтаймыз. Рахмет, рахмет. Сонда үлгілі болғанда, енді әмес сіздерден үлгі алу керек қой енді. Үлгі алса болады. Шашын алдырып, Шашын алдырып, ямаса өсіріп. Болады, жақсы. Бұл не, имидж бе, шаш алдыру деймін да? Яқ, енді бұл, білесіз, бірінші дипломды, бірінші орынды алу аңсат емес. Шашылар жұлып отыр Таиланд деген еді. Әзіл. Енді бұл радиода істегеннің жақсы жерлері, радиода эфирде отырған уақытыңда түрің көрінбейді, шашың алынулы ма, ямаса өсіп кеткен бе, прическа істелінген бе, істеленбеген бе. Ал басқа не жаңалық бар? Басқа енді жаңалық Самарқанд уалаятының Ургут районында демалу орайында және біздер
медиа хаптелікте бір хапте демалып қайттыңыз ба? оқып қайттық, иә. Ол демалған біздерге жақсы иә, ол жерде біздерге ақш-тан, Австралия, Германиядан, Болгариядан тренерлер келіп өзінің сабағын берді. Бір апта давамында білімлерімізді асырды. Қала берді Ташкент қаласындағы бірнеше радиостанциялардың басылаушыларымен өздеріміздің пікірлерімізді алыстық бұл жерде. Естілулер Әжайып. Оқу. Біздегі және бір жаңалық сол Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісі жанындағы мемлекеттік емес, коммерциялық емес һәм бұқаралық жәмиеттің басқа да институтларын қолдап қуатлау фонды тарапынан өз құқыңды білесең бе жой бар үшін 25 миллион грант ұтып алдық. Мархамат. Сертификат көріп шығыңызға. 25 миллион тұрады, ұстап көрсем ғой. 25 миллион. Бірақ 1 миллион алып қойма. Сондай ма? Салмағы бар. Ұстағанның өзінде өзін басқаша сезіп отырмын. Ажайып 25 миллион. Болады. Осы жаңалықтарымыз. Жақсы күніңізге Рамазанына жұмсала берсін. Аумин, рахмет. Рахмет. Жаңалықтың бар сіздерде екен ғой? Ауа. Есть еще одна новость хорошая. В этом году, если республика отмечает 25-ю годовщину со Дня независимости, наше радио отмечает 7 лет. Вот нашему радио в этом году исполняется 7 лет, и хочу поздравить в первую очередь всех своих коллег. Рахмет, рахмет. Также от имени нашего коллектива хочу поздравить всех наших слушателей, любимых, верных нам. Мы рады каждому слушателю. Ну и вот будем мы, наверное, праздновать. Это у нас в сентябре месяце. Наша дата, да. Вот число 7 очень красивая дата. И вообще вот в этом году мы заняли место. 25-я годовщина и 7 лет нашему радио. В общем, у нас сегодня... Вообще у нас очень много событий, да. Мен түсіндім. Радио 7 жасқа толып жатыр. 7 жасқа толғаннан кейін, неге бір апта оқып қайттық десем, бала оқуға барады ғой 7 жастан кейін. Әжайып, зор. Құтылқайымыз. Рахмет. Енді бір сұрау да. Нүкіс ФМ радиосы. Біз Нүкіс қаласы пайтақ тыңлап жатыр, жақын районлар тыңлап жатыр. Енді қашан республика көлеміне қашан шығасыз, қашан тыңлаймыз? Республика көлемінде. Мен ауылға қыдырып барамын, Шымбайда ести алмаймын да. Яқ, ол Қарақалпақстанның қалеген аймағында тыңлауға болады, Нүкісте диктофонға жазып алып кетіп, сояққа барып қойсаңыз. Яқ, әзіл енді бұл Нүкіс ФМ радиосын жәмиятымызбен, басшыларымызбен ойласып, бір осы жыл енді ең қысқа мүддет бұл 1-2 айдың ішінде, ал осы жылдың ішінде бүткіл Қарақалпақстан Республикасы аймақларымызда тыңлау мүмкіндігі тыңлайды, ие барлығы тыңлай алады. Ал онда телевизордан көріп отқандар болса, радио қабылдағыш сатып алып, таярлық көре берсеңіз болады. Тез арада Нүкіс ФМ радиосы республика бойлап эфирге шығады екен. Юморбекте арзан радио қабылдағыштар бар. Енді сұрауда енді кем жұмыс туралы сөйлесек, бірақ әне. Біз өзі сондаймыз ғой, тойға барсаң жұмыс туралы сөйлесеміз, жұмысқа барғаннан кейін той туралы сөйлесеміз дегендей. Демалу, әзілкеш көрсету ғой, жұмыс туралы сөйлесеміз да біз. Ал мысалы біз қазір не тамашагөйлер бар, музыкантлар бар, бізде бәрі жанды болады да. Мысалы камерашылармен сөйлесіп отырсаң дегендей да. Ал сіздерде эфирдің ішінде мен барып көргенмін, эфирдің ішінде микрофон, компьютер, өзің мен өзің. Қалай оларды қалай сезінесің деймін да. Кейпиятты қалай көтересің сен мысалы. Өзің мен өзің деп қалайсыз ғой сөйлеп отырған, өзің мен өзің. Қалай болады? Бекзат, мысалы тәжірибеңіз бар ғой. Қалай кеуіңізді көтересіз? Енді дұрыс, ол жерде жалғыз отырасаң, микрофонменен жалғыз өзің қаласаң компьютерменен. Бірақ дегенменен тыңлаушылар қоңырау етеді, оларменен тап баяғыда өзіңізбен эфир басқардық, есіңізде бар болса. Айт деп мен айтып қалмаймын. Әзіл кеш әзірге телевизион көрсетуіңіз болса, ол уақытта арқайын деген еді. Ой, арқайыншылық еді. Қол бос еді, арқайын еді. Арқайын деген естіру бар еді. Арқайын деген естіру. Неге дым арқайын болып кетті, кейін қойып кетті ғой? Естірудің өзі аты айтып тұр ғой арқайын болып кеткеніміздің себебін. Сол уақытта тыңлаушылармен телефон арқылы байланысып, әртүрлі хәзілдерін SMS қылып жазады, қоңырау өтіп, анекдотлар айтады, соның менен кейпиятын көтеріледі, ана жерде отырып, қызықлы музыкалар бар, бір-біріне жақсы қосқылар бар. Ол мен түсіндім. Қазіргі жастар бұлаң барлығы радио басылаушы десеген болады, көшеде барлығы SMS оқиды, телефоннан сөйлеседі, музыка тыңдайды. Бұл бәрі радио басылаушының жұмысы.
Мен білдім. Кімдерден үйреніп жатыр Кстати, жастарымыз. вот я тоже хочу сказать по поводу хорошего настроения, ведь у ведущего не всегда бывает хорошее настроение. Да. Самый главный, она теледи. Неужели У нас тоже, ну мы тоже люди, у нас тоже бывает плохое настроение, но мы не должны показывать в эфире, это наша основная, так сказать, задача, мы не должны показать плохое настроение, то есть перед слушателями мы всегда должны быть радостными, несмотря на то, что у нас произошло, плохое ли у нас настроение, вот. Так что, слушая хорошие песни, мы вот поднимаем себе настроение. Музыка керек бәрібір, иә? Конечно, керек. Жусан топары. Қандай әжеп. Онда, демек, мынандай сұрау бар екен да, сіздерде, мен көп естігем, радио басылаушылар айтады. Сіздің тыңлап отырғаныңыз Нөкс ФМ радиосы деп айтасыз да? Ол адам тыңлап атқан жоқ па, қалай білесіздер? Егер ол сол Нөкс ФМ радиосын хақиқатында қойып қойған болса, соны еслетіп тұру үшін сөйтіп айтамыз да. Енді тыңлап отырған Ұмытып кетпесін деп. Ұмытып кетпесін деп. Шамалап айтасыз, Шамалап айтамыз. есін тауып барады, иә? Ау. Сіз турдан тур эфирдесіз деген, турдан тур эфир деген бар. Турдан тур, ал қиядан қияда эфир бола ма сіздерде? Ай, Шолпан. Қиядан қия эфир болмайды, тек турдан тур эфир. Тек турдан тур. Тек турдан тур. Эфирлеріміз тек қана... Сізге қиылап отырсыз сіздерге, мен қиялап отырмыз ғой бір-бірімізге. Қарап отыруам қиылы болып жатыр. Бірақ біздердің эфирлеріміз жалды эфир болғаннан кейін, содан кейін турдан туры эфирдесіз деп тыңдаушыларға да турдан туры естіп отырғаныңыз Нөкс ФМ радиосы. Айтып жатқаныңыз туры ба? Туры деп. Және бір сұрау. Бұл ақылды адамнан келген сұрау ма дедім? Нөкс ФМ радиосы бастаушыларына депті. Бұрын рекламаларыңызда, реклама бастамастан алдын бір жақсы бір жігіт қысқа әзілдер айтатын еді, ол неге шықпай кетті дейді. Юморбектің әзілдері әзірде әзілкеш көрсетуін таярлап, сондай меймандарды шақырып, сөмкілерменен бәнт солай екен. Сізге құсап кетеді. Сондай ма? Һәм айтады, маған ұқсайсың деп. Ұқсайды. Мен оны күніне 2 рет көремін, айнаға қараған уақытта. Рахмет, әзіл ғой енді. Енді Фарид, мен естім, сіз қанегелігіңіз басқаша екен, қандай диплом? Қанегелігім енді дипломы медицинаға жақын. Медицина тарауында жұмыс алып барып жатырмын, һәм радиода радио бастаушы. Радио бастаушы енді өзімнің хоббиім, қызығушылығым, жас уақытынан өзі мәдениет тарауына қатты қызығамын. Бірақ қанегелігім медицина тарауында жұмыс алып барып жатырмын. Қай жерде сонда, не жұмыс істейсіз? Енді ояғы сыр болып қалды қойсам. Жеті қырлы, бір сырлы дейтін беті. Бір сырлы, жеті қырлы, ажайып. Енді, мына Айшолпан, жұмыс уақытында эфирде отырыпсыз, біреумен сөйлесуіңіз керек пе, я біреуге хабар айтуыңыз керек пе, сол эфир радио толқынларынан пайдаланған уақытыңыз бола ма? Әлбетте. Қандай жұмыс бітіре аласыз? Тек сол сәлем құттықтауларды жолдаған уақытта эфирден пайдаланамыз. Таныстардың кеуілін көтеріп, туған күнімен. Шақырларыңызды. People, иә, SMS кемесі де, SMS келіп жетті бізге де, иә. Телефон. Оны естік, оны. FM Салем деген естіріңіз ба? Әлбетте. FM Салем. Бұған эфирге шығып, сөйтіп тыңдаушы өзінің сәлемін жолдайды. Өздері түсініп отырсыз ғой, FM Салем. Енді бүгін ендігі рубрикамыз бізде сондай имканiyat жаратылған әзілкеш сәлем деген. Әзілкеш сәлем. Демек, достар, ендігі рубрикамыз әзілкеш сәлем. Некей, Бекзат өзіңіз басылап, қалеген адамымызға сәлем жолдау имканияты. Бақстан телеканалы. Мойна, қоңырат, қалеген жағы көреді бізді. Сол әзілкеш көрсетуінен сол мейман болғанынан пайдаланып, сол Қарақалпақстан халқына сәлем жолдаймын. Всем, кто нас смотрит, передаю большой привет. И также хочу спросить у домашних, покормили ли они мою дочку, потому что я дочку оставила. Сейчас сижу и очень волнуюсь. Ананың кеулі балада деген ғой. Фарид, келің бізле біргелікте сол
шаңырақ ағзаларымызға ағзаларымызға сәлем жолдап қоя қояйық. Сіздер екеуіңіз бір адам, иә, бір үйден, иә? Фарид Орынбаев, Бексұлтан деген атпен шығады екенсіз, иә? Әлбетте. Басқа және атлаңыз бар ма? Жоқ, тек бір ат әзірше. Мысалы, Брат жетеді. брат жетеді. брат десе, иә, болды, брат түсіндім. Менде мысалы мынандай аттар бар да, мен Юмурбек деп айтады ғой сахнада, иә. Үйде былайына Мақсет деген атым бар. Кейін үйде ағасы деп айтады, папа деп айтады. Көшеде жас үлкендер болса інім деп, хей деген атларым бар. Мен атларым еу деген атларым бар. Әншек. Той басқарамыз ғой, соңғы кезде еу деп айтады да. Тойдың ярым өткеннен кейін шпан еу деп. Атларым көп та сондай. Сенде құр екеу екен ат, иә? Әзірше екеу болады сол. Жетеді. Жетеді. Енді Фарид, біз естіп жатырмыз, Нөкс ФМ-де басылаушылық қылған пайттан бастап, мінекей өзіңіз медик қызметкер, шпакер болуыңызға қарамастан, сондай көп ықыласпенділер топлап үлгердіңіз да. Енді Шпакер адам қалай жақсы радио басылаушы болып кете алды? енді радио бастаушы деп тек қана өзімнің талпынысым емес, радиода хамме жәмәтіміз, кәсіптестеріміз қолдап қуатлайды біздерді. Ұстаздарымсан бар. Міне енді радиоға кіріп келгенде Бекзат өзімнің қатар болса да енді ұстазымыз жол жабаны көрсетті. Сенен екі көлік, екі көлік, үш рет Қатармыз. шаш тоздырған. Шаш тоздырған. Шаш тозып қала береді. Мен естім, Фарид тек қана ықыласпенділер жинап қоймастан, өмірлік жолдастан осы радиодан тауған екенсіз. Өмірлік жолдастам радиодан тауған. Жаңа айтып жатырсыз. Сол ақында келің бір жас жұбайлар рубрикасы деп қоямыз да. Фарид, сіз басылайсыз, қалай болды бұл мұхаббат әпсанасы тарихы? Қалай табыстыңыз? Сол радиода табыстық әлбетте. Себебі бұл менен бір жыл кейін келді радиоға. 5 жыл болып жатырды, мен 6 жылдан өтіп жатырды. Сол радиоға келген уақытларынан бастап айтып жатырмыз, жоғарыда хамме затты аппаратураларды өздеріміз басқарамыз. Бір басылаушыға қиыншылық тудырған, сол уақытта қасымда жәрдем беріп, үйретіп. Сөйтіп қарасаң, болады, жақсы тіл алғыш, үйде де жәрдем берсе зор болады деп, иә? Мұхаббат бәндіргісі деген жасылардың арасында ең бір күсіп тыңланатын бір естілі бар еді, кеште абзас қылсам, иә, hamımız тыңлайтын едік қой, көздерінен белгілі ғой. Мұхаббат бәндіргісі. Мейіргүл Есімбетова дегеніміз бар, ол қайда? Ол сол мұхаббат бәндіргісіне тез-тез барып сол жерден өзінің сүйікті ярын тауып, қазір бәндіргіде емес, енді үйінде сүйікті ярының тұрмыс құрып. Демек, Нөкс ФМ радиосы бұл жасылар радиосы, мұхаббат радиосы да, иә? Солай ұқсайды. Қашылған тұрмыз бе? Гүлзира, сен радиоға барғаннан кейін табыстың, е? Радиода, мен табысқаннан кейін радио аштым. Бәрін басылып берген сен екен. Яқшы, кейден Шахаманнан Майдагүл деген бір апай сұрау жіберіпті. Нөкс ФМ-де, мен барған уақытта естіп едім, Нөкс ФМ-де ғары болып кім сөйлейді екен деп, жаңа апай қызықсынып отқан. Айшолпан сөйлейді десек, ешкім сенбейді. Гүлзира сөйлейді десек, сенбейді. Гүлзира бір көрін қане сол қарында. Мен қазір табамын өзім. Гүлзира бір айтып старик қарының дауысымен бір сөйлеп көрін. Для меня это очень трудная задача. Демек сіз емес? Точно, мен емес. Фарид? Ол нысанда тек бір ғана нысан сөйлейді біздерде. Бекзат. Бекзат. Онда сол FM-дегі қарының дауысын бір естісек, түрін көріп отырды да бір. Қане, hürmetine bir muzika var. Ay toxtat! Ay toxtat demen ay! Ay toxtat ay! Рахмет. Майдагүл апа, Демек, диққатпен тыңдаңыз, сіздер журналистсіз, радио басылаушы. Не үшін деп аталады деген сөз деп аталады. Кстати, хорошая скороговорка перед тем, как выйти в эфир, да? Чтобы потренировать. Мен авторлық құқық талап етемін. Что деген, не деген дейді, я? Жастар ұялы телефонда көп бән қазір. Тек ұялы телефон. Көшеде, оқуда, отырып, тұрып, ұйқылайтын уақытта сол телефонның ішіне кіріп болып ұйқылайды, кейін көрпенің ішіне. Будильникпен оянады да, ол ма? Маленькие дети, вот они тоже постоянно с телефоном. Моя дочка, ей всего 1,5 годика,
Вот она тоже просит телефон, нажимает что-то, вот уже понимает, как-то блокировку даже снимает. Ма біледі, Вот. иә. Сіз өзіңіз хаю айтпағаннан кейін телефоннан қойып алып тұрмайтын жерде. Нет, я пою колыбельные своей дочке. Онда Сама пою. Онда Гүлзирадан музыка импровизациялық үзіліп түседі. Сіз бастайсыз, тыңдаймыз онда. Спят усталые игрушки, книжки спят, одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться и пожелать баю-бай. Гүлзира, сен зорға ұйықтатқан балаңды бұлар оятады бар ғой. иә Өмірбек Жұмсан. меніңше қызы дұрыс қылады. Бұл хаю дескенін телефон ойнаған жоқ. Лучше пусть на телефоне, да, слушает. Жақсы, жақсы, бірақ азыр Бексұлтан ұйықтап қалайын деп қалды, иә, Бексұлтан? Да, как раз программа же вечерняя, вот всем после просмотра можно пойти спать. Бұлар жақсы. Және сұрау, енді жазда білесіз, сүйіршібін. Сүйіршібін, Айшолпан, сіздер екеуіңізге сұрау да. Сүйіршібін не үшін қан көбейтетін дәрі жемейді? Себебі адамдардың өзін шағып, онда жетерлік мұғдарда ондан амзаят қан бар. Сүйіршібінде қан болса, ол не қылады адамның қаны демен да ол. Оған қан керек болғаннан кейін шағады ғой. Қан керек мұғд. Ал келгеннен кейін ол біз ұрамыз соң. Яқсы сіз енді шпакерсіз қой енді. Не үшін сүйіршібін дәрі жемейді демен да? Қан көбейтетін дәрі бар ғой, ә? Қан көбейтетін дәрі бар. Не үшін жемейді деп ойлайсыз? Адам жейді, адамдағы дәрінің мұғдарын сол сүйіршібінің өзі жесе керек. Және бір сұрау бар еді да, бізге жетіп келген. Шомайдан Юсуп деген жолапты. Сұрау. Адамға мұрын не үшін керек болады? Ну, я знаю, что для чего... Я қота, Гүлзира ойнап қалды, растан не керек бар? Әкеп шақты. Зачем мне нос, да? Я знаю, что просто нельзя сувать Вы нос в чужие дела. Вот. Вот это знаю. А для чего нос, не знаю. Басқалардың жұмысына мұрын сұғу үшін керек болады екен, дұрыс. Бекзат, саған не үшін берілген мұрын? Енді не үшін екен білмедім де, бірақ бізге молдан берілген. Қыздың көркі бұрым, жігіт көркі мұрын дейді ғой. Енді сен неше мұрындық балаң бар, Бекзат? Екеу. Соң үшін берілген ғой, мұрның асылып себеп жүреді. Айшолпан беріңіздеп жатыпты деп алып жібердің. Не күлесіз? Har көргенде айтама, алып тастаңын. Қалма. Қал болса қала берсін. Айшолпан, дүниядағы ең үлкен бас киімді кімдер киеді? Басы үлкен адам шығар. Оп, дұрыс! Nestle Pure Life. Судың сапасы, өмір сапасы. Есет өтеміз, көрсетеміз қауындары Nestle Pure Life сауда белгісі. Nestle Pure Life. Азыл кешпенен бірге. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Уалейкум ассалам. Қош келіпсіздер. Демек, біз интеллектуал ринг ойынымызды бастаймыз. Тайынсыз ба? Тайынман. Бірінші сұрау. Ең жақсы пайдалы ішімлік. Су. Дұрыс. Екінші сұрау. Nestle Pure Life сауда белгісі неше жылдан бері өнім істеп шығарады? 150 жылдан бері. Дұрыс. Nestle Pure Life қазір дүнияның неше мемлекетінде өнімдерін ұсынып жатыр? Дүнияның 49 мемлекетінде өз өнімдерін ұсынып жатыр. Құласы жауап бар. Дұрыс. Сіз жеңімпаз болдыңыз. Сәнді Nestle Pure Life суларын сізге ұсынамыз. Енді ең кереклі Бекзат Сардар бір тәжірибесі бар, бастауыш сұхбатында сіз айтың. Алфавитте неше әріп болады? Рус алфавитінде ме? Қарақалпақ тілінде ме? Алфавит. Алфавит. 7. 7 әріп, дұрыс. 7. Біз бір конкурс өткіземіз. Ортаға қызларды шақырамыз. Демек, біз бір конкурс дайырлағанбыз, қызлар орнымыздан тұрамыз.
Мынаны аз басыңызға қоямыз екеуміздің. Өзі аял адам өзі нәзік болады, жаңа не қылайды. Жүрісінің өзі басқаша болады ғой енді аял қыздардың. Еркек адам қопалданып кете береді. Сіздің басыңызға шырпының құтысын қоямыз. Сіздер түсіріп алмай, мына сызыққа дейін кім бірінші жетіп қалса, демек сол жеңімпаз болады. Сауған таярлап қояйын мына жерге. Демек, астен музыка болып тұрады, сіздер түсіріп алмай, шаққан жетіп баруыңыз керек. 1, 2, 3, кеттік қане. Kelimiz gerek geldi, kelimiz gerek. Sizge please, ağa. Rahmet oturamız. Oy. Ayşolpan Orazымбетов var, Gülzira Емберген var. Енді келесі конкурс Бек Сұлтан менен Бекзат. Бәрі Бектен басылына беремін деймін, иә? Бізде Бектен жұмақылады. Демек, конкурстың шарты содан барады. Сіз радио басылаушылар тек қана тыңлатып емес, өздеріңіз тыңлап білуіңіз керек. Демек, диққат қыламыз. Аз мына жерде неше адам отырыпты, жастар, иә? Мен 1, 2, 3 деген уақытта hamımız біргелікте, әркім өзінің атын айтады. Қатты бар даусымен. Қаттыға. Мен 1, 2, 3-мен әркім өзінің атын айтып бақырады. Сөйтіп, мына жерге ескелеріңіз жазасыз, сөйтіп біз барлаймыз, кім жақсы естеді. Кестік қой. Қағидалар түсінікілі, бұлай шығанақпен не болмайды, тістеу болмайды, бұлай не болмайды деген азыл ғой енді. Азыл. Демек, сілерге де шарт түсінікілі, мен 1, 2, 3 деймін, сілер әме хормен сізге үмкәнет бұл. Қарылбақстан телеканалына атыңыз шығады азыр. Демек, диққат. 1, 2, 3. Алтынай деген қыз аз өзінің атын реклама қылып, әмеден кейін айтып қапты. Мақсет. Саламшақ, Мақсет. Әлхам, точно. Бір, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Демек, Бекзат Алла-Ниязовтан бастаймыз. Естіп үлгергенім шығар деп ойлаймын. Менің көргенлерім һәм естігенлерім деген бар. Бір кітап бар. Демек, барлаймыз, ата-атағалар мен деп жауап береді. Алтынай. Ең кейін шыққан. Алтынай, һәме еділіп қалды, Алтынайдың атын, иә? Һәме еділіп қалды. Деп ең кейін деді. Алтынай, мен деп айтасыз ғой? Мен. Сіз ба? Азамат. Сайора. Екеуіңіз ама? Екі сайора. Жазып алып атыр. Иә, олыма жазып алып. Сайора екеу екен, бірақ Бекзат, расын айты, қайсы сайораны жаздың? Екеуіне ме жаздың? Екі деген... Менде бір жазылған. Сайора, Аллаяр. Енді таныс болғаннан кейін. Сарби. Сарби деген жоқ па? Қазір кім Сарбиге сайды? Сіз Сарби емессіз бе? Мүмкін сіз Сарби деп қойды. Сағит дедім екен. Сарби кеме қапты. Солай ма? Шақырт беріңіз. Сарби жоқ. Ислам бар. Демек, 1, 2, 3, 4, 5 адамның аты жазылған. 6 адам жазылған, бірақ біреу кеме қаған қояды. Сарбиге жоқ қоямын сонда. Бі айтып барың отработка істейді ертең. Сайора, екі сайораны жаздың ғой, бір дегенде. Енді. Бір дегенде екі сайораны сіз жаза аласыз ба жейді? Мысалы үшін Бек Сұлтан, Бекзатты бір деген жаза. Жоқ артына квадрат қойып көтің керек. Біз алаң болып қалдық сіз бұяқта. Жазып отқан жоқ па? Есімде қалған жаздым. Сондай ма? Бәрі Бек Сұлтанның қонысы. Есіліп қалу қабілеті күшті бе? Неше гигабайтлық? Есіліп қалу? Баршылық па? Терабайт па? Азамат? Алтынай? Әлхам? Аллаяр? Айсанем? Айшолба, ашуланба. Үйге бақын, кім Айсанем ол? Не Айсанем? Айтылмаған Айсанем жазып отырсың. Өмірбек? Наргиза?
Наргиза ерлеп калды. Гүлсара. Айттым ғой олар жыл. Айсанем Гүлсара екеу болды. Сіздің меде екеніңіз білініп тұрды әзір қол жазбасаң. Жамиля? Жамиля. Жоқ қой бар ма? Жамиля бар ма? Бүгін жоқ екен. Бұл енді мед колледжде оқыған ғой енді студент уақытта. Сол ядындаған қызлардың бәрін атын жаздым мен, шеш шығып қалар деп. Аман. Амаллығы оғай. Несібелі? Жоқ. Иә, бұл Бексұлтан меніңше өзінің білетін атыларын айтқан. Айшолпан деп қойын көрген, Айшолпан бар ғой бұл. Демек, Қайтадан барлап шығу керек. қайттан барлап шығамыз. Азамат бар, Алтынай бар, Ілхам бар. Мен бар қойып шығайын, жаңа ем түсіп кетеді азыр. Азамат бар, Алтынай бар, Ілхам бар, Аллайыр бар, Айсанем жоқ, Наргиза бар екен, Гүлсара жоқ, Гүлсара жоқ, Жамиля жоқ, Аман жоқ, Несібелде жоқ қой, айтып барың ана кеме ағалар қатынасын енді көрсетеді деп. Азыл шапалақ қошаметлер бір музыка болсын зор болатын еді. Рахмет. Бексұлтан 5 адамның атын жазды. Дұрыс жазу. Және 50-ге 50 болып тұрды, 5 адамның атын жазған, және жоқ 5 адамның атын жазғанда. Қалай ойлап тапты деймін. Жоқтан бар қылып үйренген. Жоқтан бар қылып үйренген. Радио басаушы ол қосып айта береді, бөртіп. Рахмет. Бұл ап қоямыз ғой, естеліп қойында. Ал Бекзат бар жоғы 6 адамның атын жазған, бірақ соның ішінде біреу жоқ. Сарбиге әмбі түсіп кетті, Сарби жоқ. 5-ке 5 әзірше. Жақсы пікір кеп қалды, екеуі де бесеу-бесеуін тапқан. Бізде бір жарыстың уақытында білеміз, 5-ке 5 деген уақытта хамен бақыратын ек қой, хамеміз қосып бақырамыз. Кестік қой, демек Бексұлтан әмде Бекзат тең, екеуі де бесеу-бесеуден 5-ке 5 25. 25 жылық байрам құтылы болсын. Рахмет. Кейінгі конкурсымыз бар. Конкурс демесеген болады. Бұл кім жақсы сұрау береді деген конкурс болады. Юмірбекке сұрауларыңыз болса, көрсету уақытында, жеке өзім уақытында. Сұраудан баслайсыз ба? Сұрау төрден баса берек? Бастай бер. Сардарымыздан бастай. Асыне ма? Олай болатын болса, Өмірбек, өзіңіздің хабарыңыз бар ма жоқ па білмедім. Мен Қарақалпақстан телерадио компаниясында жұмыс алып бардық, дубляж студиясында. Гонорар алатын едік, жақсы гонорарларды. Сіздің гонорарыңыздың жағдайы қалай? Әзір кеш көрсетуінде қанша пұл аласыз сен? Әмде, екінші сұрауды жалғастырып кетсем, енді осы әзіл кеш көрсетуінде басылып отырған уақытта менің даусыммен басыланады, иә? Соған маған гонорары бар ма дей жақ едім. Қошемет болса, Бекзат, Алламен. Юмірбек! Жанлы қылып айтып бермес па соны? Онда жанлы ауызда әзіл кешті басылап береді, негіз арасынан Бекзат, Алламен сізге көп рахмет алдыға. Ойлап атқан еш. Китайский заказ деп ойлап жүрген. Бастан. Азиз достар, Қарақалпақстан телеканалында жаңа жой бар. Әзіл кеш. Бүгінгі көрсетуімізде Жусан топары. Нөкіс FM радио бастаушылары. Нөкіс FM радиосының бастаушылары. Сондай-ақ бір-біріне тең келмейді бұл тамаша көйлер. Әмде бүгінгі кешемізді алып барушы Өмірбек. Бекзат Алланы yazып. Жайып зор. Сіздің сұрауыңызға жауап бермедім еле, иә? Жоқ, гонорар мәселесі. Гонорар. Бексұлтан жақсы жауап береді, бұл сыр болып қалсын деп сондай. Ойласып отырған қайтып тұрып.
тест қылып берейік пе, мынанша берейік пе деп. А, Б деп па. Кеттік. Юмурбек, у меня есть вот к вам вопрос. Вы, ну, шутите, да, вот постоянно. У вас бывают шутки про семейную жизнь. Вы берете эти шутки из своей собственной семейной жизни? Күтте ойламайын деп қойдым. Переводлы болайын бастап. Біз командамызбен ойласқан алда деп айтайын десем, команда жоқ екен қасымда. Гүлзира былай ғой, мен оны әзіл деп жазбаймын негізі. Үйдегі көргендердің бәрін жазамын да. Әзіл емес та үйде, рас болған уақытта. Сөйтіп айтып берсем, адамдар күледі да оған. Негізі мен әзілдердің бірінші сол үйден келіп шыққан алда шаңырақта болатын уақиғалардан айырымларын бөлтіреді ғой енді, болмаса қара кеңшілік бола ма дегендей. Сондай көбісі, бірақ бірнеше редакторым, бірақ менің әйелім. Келіншегім редактор да ол. Мынау деп отырады, Айгүл әзір тыңдап отқан шығар деп. Деп тұрып, мынауың тартпайды деп қайды. Бірден бақа береді, ол айтса болды, растан тартпайды ол. Қалай тартады ол? Алдын кесіп. Бір сынап көргенсіз ғой онда. Айгүл. Жена знает. Телевизордан көріп отқан болса, Айгүл мен расын айттым. Мен соңышынан мен бірінші редактор болғаннан кейін гонорар көплеу оған төленеді негізі. Ал бір музыка болса Айгүлден. Жена, наверное, скажет, что мой вопрос самый лучший. Айгүлге айтамыз. Гүлзира еңбегі асқат. Алло, Айгүл, қайсы сұрауға ең жақсы сұрау деп не берейік? Айгүл. Гүлзира. Мен аз қолдан шығып тұрпан да. Сен қолмен сөйлесіп тұрсам, бол, қолмен қол арзан ғой, бізде қолдан қолға деген арзан. Рахмет. Демек, ең жақсы сұрау иесі Гүлзира Ембергенова. Гүлзира, қауындеріміз Nestle Pure Life сауда белгісі атынан сізге ең жақсы сұрау болған үшін басыңыз аман болсын. Сөйтіп, неше XL размер, қандай XL? Как раз, спорт формасы, кеше олимпиадашыларымыз орын алып келіп жатыр ғой енді күшті. Сондай, ол қызларыңыз саламат болып шықсын, өзіңіз спортпен шұғыламыз. Бұл сізге спорт формасы. Рахмет. Әсілге жоқ деп қояды. Әзіл, барлық қатынасушыларға бар. Демек, Бекзат Алланиязов, онымыздан тұрамыз. Бекзат, сізге қатты керек мына зат. Сол керек. Бекзат, не зат деп тұрған болсам, қатты керек ама. Басың аман болсын. Фарид. Рахмет. Фарид. Рахмет. Фарид, бұл Фаридке, бұл Бексұлтанға. Айшалпан. Сізге. Ішіндегі мен палтыққан бар ма? Ауыстырып үйге алып қайтамыз ғой біздер бұлай. Айгүлге. Айгүлге, оп, Айгүлге. Рахмет. Нөкс FM радиосы бастаушылары. Көріп өткенізде, бүгін әзілкеш көрсетуінде мейманда жақында ғана сол Өзбекстан көлемінде ең үлгілі радиостанция номинациясын жеңіп алған өзіміздің 104 толқынларында Нөкіс FM радиосы басылаушылары меймандайды. Еліміз қарайсыздығының 25 жылдық байрамы, бәріңізді байрамды жақсы өткізуге тілектеспіз, күш-қуат тілейміз, табыстар алға ілгерілей берің. Елімізді шығыңыздан пайдаланып телевизордан. Қарайсыздығымыздың 25 жылығы менің шын көңілден құттықтаймыз, қарайсыздығымыз мәңгі болғай дейміз. Гүлзира. Ну, я также поздравляю всех с замечательным нашим праздником, с 25-й годовщиной независимости Республики Узбекистан. Всем хочу пожелать, чтобы в семье было благосостояние, счастье, ну и мирного неба над головой всем нам. Спасибо. Мен де сол қарайсыздығымыздың 25 жылығыменен бүткіл халқымызды, әзиз тыңдаушыларымызды шын жүректен дүрітушілік жамаатымыз атынан құттықтаймын. Сілер сау болың, саламат болың, сілер бар екенсіз, біздер аянбастан естірулерді алып баруды давам етеміз. Ең әуелі сол қарайсыздығымыздың 25 жылығыменен шын жүрегімізден құттықтаймыз. Аспанымыз ашық болсын, еліміз тыныш болсын, har bir күніміз байрам болсын. Әзілкеш көрсетуіне әуметтілер тілейміз. Рахмет. Демек, Нөкс FM радио жамааты.
Aziz dostlar, осының менен Hazil kech ko'rsatuvining bugungi sonuna jumoq жасаймыз. Барыңызды мінекей кіріп келген еліміздің Қарайсыздықтың 25 жылдық байрамы құтты болсын баршаңызға. Жақсы кепиятта өткөрүңүзгө тилеклеспиз. Мен көрсөтүү жумагында мен эң ахметli болгон бир нерсени айтып кетпекчимин. Айгүл үстүн куя бер. Мен көрсөтүү жумакладым, мен барып чай ичпеймизби? Кеттик. Демек, Hazil kech ko'rsatuvi Жусан топары